Ардақтағы ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. 5 минутта пісетін тағам түрлерін, 15 минутта пісетін тағам түрлерін білесіз бе? Бүгін біз ерекше тағам жульенді дайындайтын боламыз. Астың түрі мен салатты жақсы көретін жандарға арналады. Асқазанға жеңіл тиетін жульен француз халқының ұлттық тағамы. Құрамына көкөніс пен қосылғандықтан асқазанға жеңіл, әрі ағзаға еш зияны жоқ. Ендеше дәл қазір осы ерекше тағам түрін әзірлеуді бірге үйренейік. Күнделікті жаңа бір тағам түрін дайындап, үйін мейрамханаға айналдыратын кәдімгідей ханымдар экранға жақындай түсіңіздер. Біздің екінші қонағымызды шақырайық. Гаухартас Нұралы келіп отыр екен. Келіңіз, Гаухартас. Сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Түрлетсеңіз болады, жайғасыңыз. Сізге әдеттегідей ал жапқышыңызды беріп, орамалды тағып алайық. Жақсылап тұрып, содан кейін барып тамаққа кірісетін боламыз. Гаухартас, құрметті көрермендер, айта кетейін дегенім, бізге күнделікті тұрақты көрермендеріміз, күнделікті өз ісінің хас шеберлері келіп жатады. Ол жай айтып жатқан жоқпын, Гаухартас тамақты пісірген кезде, енді өте дәмді өткенде асқабақтан дайындалған сорпа және де диеталық салат қонақ шақырған кезде мен сіздің қызылшадан жасалынған диеталық салатыңызды жасаған болатынмын. Сол есіме түсіп, пайдасы тиіп жатыр, және де көрермендердің барлығы жазып сұрап жатқан жайы бар. Гаухартас. Мен өте қуаныштымын адамдардың осы кәдесіне жарап жатқанына. Ал бүгін жасалатын тағамның аты жульен. Ол француз тілінде кокот деп аталады. Яғни әтеш деген мағынаны білдіреді. Ол әтеш деген, мысалы, тауықтың етінен, әтештің етінен жасауға болатын тамақ. Тамаша. Бізге қажетті дүниелерді айтып өтейік, сіз қолғамыңызды кебасаңыз болады. Қарап тұрсам алдымда тауық еті. Тауық еті 100-200 граммдай, саңырауқұлақ 200-300 граммдай, ірімшік, ұн, ол соус керек заттар, сары май, ұн, сүт немесе сливки, клегей қосуға болады. Және де пияз. Бұл тағамды бір құпиясы, оны жіңішке қылып соломка ретінде турау керек. Барлығында тауықты да, саңырауқұлақты да, пиязды да. Біз уақыт тығыздығына байланысты барлығын турап қойдық. Тамаша, істе кірсек. Кішкене енді сіз маған көмектесіңіз. Әрине көмектесем. Саңырауқұлақты қалай турайсыз? Жіңішке қылып, бірінші былай шапочкасын кесіп аламыз. Бас жағын осай кесіп аламыз. Осы саңырауқұлақ демекші, саңырауқұлақ туралы бір ақпарат айтқым келіп отыр. Сіз турай беріңіз. Осай ғана жіңішкеп турай береміз, құрметті көрермендер, саңырауқұлақ туралы айтқым келіп отыр. Енді саңырауқұлақ туралы өте осы канадалық бір азамат 26 килограмм. Тағы бір басқа жерде үлкен 11 килограммдық. Осы Орта Азия жағында осы бір адамдар 10 килограммдық саңырауқұлақтарды тауып алған екен. Енді саңырауқұлақты денсаулыққа өте пайдасы зор ғой. Біреулер бірақ жақсы көріп жатады. Біреулер аса тамаққа қосқанды ұнатпай жатады. Өзіңізше қалай қарайсыз оған? Мен оны күнде көп қолданбаймын. Бір қонақтар, мейрам күндері, мысалы, өзгеше бір тамақ дайындағым келген кезде осы саңырауқұлақты қолданамын. Қандай көбінесе ағын аласыз ба? Әртүрлісі бар ғой. Ағы, қоңырқайы бар. Осы свежий, жас, жаңа саңырауқұлақтарды қолданған, консервирленген салаттарға қосуға қолданамын. Тамаша. Канадалық айтып отырмын, жаңағы бір азамат 26 килограмм осы болатын саңырауқұлақты тапқан екен. Және 62 жасар Кристиан баласымен бірге серуендеуге шыққанда алып саңырауқұлақ түріне тап болған. Оның салмағы 11 келі екен. Енді таң қалған канадалықтар бұл саңырауқұлақпен суретке түскен, бірақ енді оны жеуге асықпаған. Енді пиязын қуыра береміз. Тауып алған саңырауқұлақтың барлығын жеу беруге де уайымдайсың, ол 11-26 килограмм болғаннан кейін. Кішкене тұз салып, бұны бұлай қысып суын шығару керекпіз. Пияздың? Сонда ол дәмді,
ерекше болып шығады. Иә, дәмі ерекше болып, қатты болмайды тамақтың арасында. Құрметті көрермендер, құрамы экранның төменгі жағында көрсетіліп жатыр. Сіздер оны жазып, суретке түсіріп алсаңыздар болады. Және де бүгінгі көрген бағдарламаларыңыз толық тағы да өздеріңіз жасайым десеңіздер, асықпай. 1-2 күннен кейін осы бірге таңдаймыздың YouTube бар. Сондан барлық осы жульен тағамы десеңіз, Гаухартас Нұралы десеңіз, осы тағамның басынан аяғына дейін 10-15 минут жаңағыдай YouTube'те көрсетілетін болады. Я болмаса, толық нұсқасын www.kstrk.kz сайтынан да тамашалай аласыздар. 55-76 байланыс нөміріміз, хабарласыңыздар, біз жульен тағамын дайындап жатырмыз. Кішкене май қосып жібердім, дәмді болсын деп. Енді соус дайындай бастаймыз. Бешамель соусы ол өте танымал соустардың бірі болып аталады. Оған керегі май, сары май. Оны ерітіп аламыз кішкене. Сары маймен жаңаға пиязды сіз араластырдыңыз. Иә, оны қуырыла берсін. Қуырыла берсін. Енді соус бешамель жасаймыз. Керемет. Қарап тұрсаңыз, өте оңай сияқты, иә? Ұнды да пайдаланамыз ба біз Гаухартас? Иә, ол соуске қазір қосамыз. Кішкене майымыз ертіп Соусына қосамыз, иә? Пияз, саңырауқұлақ, жаңағыдай ірімшік және де тауықтың еті. Тауықтың етін сіз алдын ала пісіріп алдыңыз ғой? Иә, оны алдын ала тұзды суға пісіріп алу керек. Оның әртүрлі жульен әртүрлі түрлері болады, оны да пісірмей қайната беріңіз. Иә, ол қазір еріп жатыр. Жақсы, тамаша. Так, енді оны керек 2 қасықтай соуске. Міне, қарап отырсаңыз, құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде қазір өте дәмді Гаухартастың көмегімен жульен тағамын дайындап жатырған болатынбыз. Қарап отырсаңыз, қиын емес, пияз бен майды бірге қосып араластырады екенбіз. Оны ұнды қуырамыз кішкене. Ұнды сіз қалай, жоғары сұрыптағын аласыз ба әлде бірінші, екінші сұрыптағы ұнды пайдаланасыз ба? Жоғарғы сұрып, бірінші сұрыптағы да бола береді. Үйде қандай ұн болады сондай? Және ол қазақстандық барлығы өзіміздің өнім десек болады, өзімізде шығарылатын тағамдар десек болады. Тауықтың еті де, ұн да, жаңағыдай барлығы көкөністер де, ірімшік те. Тағы да бір WhatsApp-қа сұрақ келген екен, Гаухартас, осы жульен тағамын дейді, саңырауқұлақты қоспай-ақ жасауға бола ма дейді? Негізі барлық жульендер рецебінде барлық саңырауқұлақ бар. Саңырауқұлақсыз болмайды деп ойлаймын. Жасауға болмайды дейсіз, яғни, міндетті түрде саңырауқұлақпен. Міне, енді майыңыз сіздің қайнады, қуырылып жатыр. Май болғанда кәдімгідей сұйық май емес, сары май қостыңыз ба? Иә, сары май қосамыз. Неліктен сұйық май қоспайсыз ба сонда? Жоқ, сары маймен дәмдірек болады. Сары маймен дәмді болып шығады екен. Жанынан кетпеу керек. Маған клегейді беріп жіберсеңіз. Клегей. Клегейді? Наны мен саңырауқұлақты сала берем. Кішкене қуырыла берсін. Міне, клегей тұр, мына жерде. Мен сізге берейін ба? Иә, қосасыз ба? Міне, соусын дайындап жатырмыз. Оған тек қана май. Венчик керек. Венчик беріп жүресіз бе? Араластыратын. Венчикті беріп. Бұнымен соусын дайындағанда жанынан кетпеу керек. Оны ылғи да араластырып тұру керек. Бұлай, қоюлағанша. Міне, тамаша, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, енді сливкиді құйылған болатын. Енді бұған соус жасап жатырсыз, иә, қазір? Иә, соус. Хабарласыңыздар, 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз болса, әлде берер кеңестеріңіз болса, біз сіздерді күтеміз. Бұл тамақты мүмкін сіздер өздеріңіз ерекше дайындайтын шығарсыздар. Мүмкін өздеріңіздің құпияларыңыз бар шығар, өздеріңіздің қыр-сырларыңыз бар шығар. Осы тамақ жайында біздермен бөлісе отырыңыздар. Бізге де қызық және басқа да көрермендерімізге қызық деп ойлаймын. Осы ретте мен ақпарат айтқым келіп отыр. Қозы құйрықты күнде тағамға қоспасақ та, ара-тұра дастарханға қойып тұрғанды жақсы көреміз. Әрине, оның өзіндік бір пайдасы жоқ емес. Әсіресе қан құрамындағы
холестеринімен күресетін тағамдардың бірі саналады. Сонымен қатар саңырауқұлақтың бұл түрі ақуыз мөлшерімен де ерекшеленеді. Оны дайындауда қиын емес. Тек дұрыс таңдап алсаңыз болғаны. Кішкене бұрыш қостық. Ой, тұз қостық. Қанша минутта дайын болады? Духовкада 200 градус 10-15 минут. 10-15 минутта бір пешке салсақ, иә? Аха. Міне мына жерде пиязымызбен біздің мен араластыра берейін, сізге көмектесейін. Пияз бен саңырауқұлақ пісіріліп жатыр, қуырылып жатыр. Хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз ба? Нұрбегүл, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Қалыңыз? Тауық саламыз. Иә, тыңдап тұрмыз сізді. Қалыңыз жақсы ма? Қалым керемет жақсы. Сіз өзіңіз қалайсыз? Біз сөйлескенімізге өте қуаныштымыз. Иә, тыңдап тұрмыз сізді. Менің қоятын сұрағым, бұл тамақты кішкентай балаларға беруге бола ма, сосын асқазан ауыратын адамдарға бола ма? Кішкентай балаларға жасы қаншада баланың? Сосын бұл аллергия шығара ма, шығармай ма? Мен өзім аллергиямен ауырам, сосын жаңа грибыды көп жемеймін, вообще жемеймін. Иә, түсінікті, жақсы. Әрине болады. Саңырауқұлақты мүлдем жемеймін дейді. Мүлде ол аллергия, саңырауқұлаққа егер аллергиясы болса, мүмкін жеуге болмайтын шығар. Оны немен алмастыруға болады? Мүмкін көкартасы басқа тағамды саңырауқұлақтың орнына басқа нәрсе қосуға болмайды ма? Болады овощной жасауға жульен. Ол көкөністерден, иә. Морковь. Негізі, бірақ қарап отырсаңыз, диеталық деп айтқыңыз келіп отыр ғой, иә? Бірақ осы жульеннің ең тәтті болып шығатыны, ол саңырауқұлақ қосылғаннан кейін ол дәм береді. Ерекше өзі бір арнайы бір жақсы жульеннің тәтті болып шығатыны сол саңырауқұлақтың қосылғандықтан ғой, солай емес пе? Сол саңырауқұлақ негізгі құрамының бірі болады. Мынау соус қайнағаннан кейін оны өшіреміз. Сізге клейгей қажет па? Клейгей? Әлде тағы да берейін бә сізге? Сіз қостыңыз ба тағы да? Қостым, иә, қостым. Аха, тамаша. Міне, соусымыз дайын болып қалды. Онша қою болмау керек, онша сұйықта болмау керек. Орташа болу керек. Тағы да бір шолып өтейік. Бірінші біз қосқанымыз пияз, тауықтың еті, май, үшеуін қуырып жатырмыз, иә? Ал енді соусына біз қосқанымыз жаңағы май, және де клейгей дедіңіз. Клейгей. Қанша пайыз? 10%. 10%. Сүтпен де істеуге болады. Сүтпен де істеуге болады екен ғой. Яғни май, сүтті қосамыз, сосын ұнды қосып жіберіп, сәл қою қылмаймыз, сұйықта қылып жібермейміз, орташа қылып жаңағыдай соус жасайтын боламыз, иә? Оны саламыз ыдысқа. Тамаша. Міне біздің бірінші қуырылған тағамымыз дайын болып қалды. Енді ірімшікті қай жерде қосып жібереміз? Ірімшікті ол барлығын қазір араластырып болғаннан кейін үстіне себелейміз. Иісі ғажап, құрметті көрермендер. Мына жерде енді өте жақсы тікелей эфирде дәмді тағам дайындалып жатыр. Қазір түстің кезінде өздеріңіз кешкі тағамға да осы отбасыларыңызға тағамды жасап берсеңіздер болады. Қыз-келіншектер енді әрқашанда сүйіктілерін, бір үйдегі отағасын, бір сондай тамсандырғылары келеді ғой. Мерекелік дастархандар. Дастархандарды дайындауға болады. Күнделікті біздің күніміз мереке ғой, Гауһартас. Солай емес пе? Ерекше таңғалдырып, мысалы, өз туысқандарыңызды таңғалдырғыңыз келсе осындай дайындау керек. Бұл тамақты кокотница деп аталатын ыдыстарға салу керек. Ол әрбір адамның үйінде болмағандықтан мен өзім фольгадан жасап алып келдім. Ол фольганы көрсетіп жіберейін, қалай жасайтын. Осындай арнайы ыдыстар. Өйткені кокотница деп аталатын ыдыс, ол әрбір адам үйінде табылмайды. Қалпақша сияқты. Дүкендерде де ол ыдыс жоқ. Мен іздеп көрдім. Ол біздің Астанада міне қыз-келіншектер қазір осы біздің тікелей эфирде көріп, үйреніп алсаңыздар болады, оны Гауһартас қазір жасап көрсетеді. Яғни оны қосасыз бір-біріне. 4 бүріштілеп алдық фольганы.
мынандай бір кішкентай баночкалар осындай көлемді болса жақсы болады. Өйткені француздар өзі кішкене ғана тамақ жегендіктен олар кішкентай порцияға салып жейді. Тіпті менің ойымша үлкен тойып мынандай порциялық тағамды жеудің қажеті жоқ сияқты. Жігіттерге де қыз балаларға да айтарым, жас ұлғайған сайын біздің асқазанымыздың жұмыс жасауы да баяулайды. Сондықтан айтады ғой, қыз келіншектер толықтап кеттім деп жатады, арықтай алмай жатырым дейді. Сонда жаңағыдай айтатыным осы тағамның мөлшерін біртіндеп сәлдеп азайтқанымыз дұрыс сияқты. Сонда осындай тағамдарды күніне 3-4 рет кішкентай тағам жесеңіз, салмақты да тез ұстайсыз бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде. Және де сіз өте жеңіл жүресіз. Ішіңізден шығып кетпейді, майыңыз да. Осындай тамақтармен, осындай дыста жесеңіз, көп жеп қоймайсыздар. Дұрыс айтасыз. Хабарласа көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба, тыңдап тұрмыз? Алло. Алло. Сәлеметсіз ба, тыңдап тұрмыз? Алло, сәлеметсіздер ме қыздар? Апай, сәлеметсіз ба, тікелей эфирдесіз? Алло, қалай қыздар? Жақсы аман есен, тыңдап тұрмыз сізді. Қалай қалдарың қыздар, жақсы ма? Ау? Мен Жаркенттен Питер ауылдан звондап Атым Гүлбәкпін. Тыңдап тұрмыз. Мына программаларын көремін. Гүлбәкпін. Рахмет апа, айтқаныңыз келсін. Жақсы. Мұна сырды былай үстіне қоямыз. Апайдың сұрағы кілегейдің орнына не қосуға болады деді. Сүт дедіңіз ғой? Сүт дедіңіз ғой? 2 стакан сүт қосуға болады. 30 грамм майға, 2 қасық ұнға, 2 стакан ұнды қосу керек. Дайындау тәсілі өте оп-оңай. Қосып Консервіленген саңырау құлақты да қосып жіберуге болады ғой? Оны қосып, суынан кішкене кептіріп салуға болады. Тамаша! Пешке 200 грамм, 190-200 граммға градусқа? 10-15 минут күтеміз. Тамаша. Онда тамақтың күткенін кейін жарнамадан кейін көретін боламыз. Арнамыз қосылып болсын, бізде қазір жарнама.